Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Денсаулыққа пайдалы арнасына қош келдіңіздер. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгін шайдың пайдасы туралы айтамын. Шайды шаршап шалдыққанда көңіл көтеріп, әсіресе таңертең ішкен кезде ұйқың ашылып, және деніне сергек рахатқа бөлейді. Шай шығыс халқының, соның ішінде Қытай мен Индияға бұдан мыңдаған жылдар бұрын белгіленген болған. Олар алдымен өз бетімен шыққан жабайы шай жапырақтарын суға салып, бояулар шығарып, сан алуан ауруға ем үшін дәрі-дәрмектер жасап пайдаланған. Бертіннен келе шай күнделікті ішетін сусынға айналды. Оның бірнеше сорты егіліп, және де бірнеше сорты шықты. Ал шай ішу шығыс халықтарының Орта Азия халықтарына тарай бастады. Шайдың арғы тегі Қытайда шыққан дейді. Шай деген сөзді өзі қытайлықтар цай деген сөзіне таратқан көрінеді. Ал цай қытайша жас жапырақ деген сөз екен. Шайдың және байхы деген сорты бар. Бұл да Қытайдан байхон деген сөздің аудармасы екен. Біздіңше ол ақ кірпік деген мағынаны береді. Шай жапырақтары күмістей жылтыраған ақ кірпіктей қылтанақтарымен көмкеріліп, шай жапырақтарын түрін байхы аталатын себебі осы. Қытай монахтары шайды сусын десе, дәрігерлер емдік дәрі деп атаған. Шайды Еуропада бірінші рет голландтағы ғасырлар бас кезінде Россия, Орта Азия және Моңғол халқы достық қарым-қатынас жасап тұрған. Россия патшасы Михаил Романов 1638 жылы Моңғол ханына сыйлыққа жібереді. Патшадан келген бағалы сыйлықтар жауап ретінде Моңғол ханына оған 200 қорап шай жөнелткен. Әуелгі кезде шайды әрі оның қолданып, кейінгі кезде сусын ретінде іше бастаған. Сөйтіп Ресей патшасы орыс көпестеріне шай алып келуін талап етеді. 1669 жылы Пекинге әдейілеп жіберілген патшаның чиновниктары Россиядан шай егуге қолданамын дейді. Өйткені олар шай Россия жерінде шықпайтынын біледі. Біздің өңірімізде шай көпшілік ішер сусын ретінде, ал басқа жақта шайды дәрі-дәрмектер жасау үшін пайдаланған. Совет өкіметі орналғаннан кейін біздің елімізде шай шығаратын өндірістер орындары көптен ашыла бастады. Шай ішу бұқара арасында кеңінен тараған. Соған байланысты әлемде, әсіресе Қытай, Жапония